Құрметті оқырман, Өмірай каналынан басқа да қызықты, әсерлі әңгімелерді тыңдағыңыз келсе, лайк басып, пікір қалдырып, тіркеле кетіңіз. Ғазиза шошып оянды. Майшамның білтесі түтіндей бастаған алакөлеңке бөлме. Өзінің қайда жатқанын, неден шошып оянғанын түсіне алмай біраз тыңдады. Ғазиза, келін, енді түсінді. Бұл әл үстіндегі енесін күзетіп жатқан еді-ау. Бірақ келін де, Ғазиза да мына өлмелі кемпірдің аузынан естірмін деген сөздері емес-ақ. 10 жылдан бері құлағы үйренген, әй қатын, қайда? Жылдам тұрып енесіне жақындады. О не? Мұның аузы да апаға қалыптаса қоймаған. Енесін сыртынан кемпір сыпайылағанда әлгі кісі дейді. Күйеуіне айтары сенің шешең. Кінә келінде емес. Мұныкі жаңғырық. Не ексең, соны орасың. Сандықта көк қалбыр. Ғазиза төсектің арғы жағында абажадай болып қарауытып тұрған көне ағаш сандықты ашып, көк қалбыр қорапталды. Бұрындары мұндай қаңылтыр қораппен мәмпәси сатылатын. Көздің жауын алатын, қалбыры ұсақ түйек сақтауға пайдалы. Мәмпәсиі де дәмді болатын. Енесі басын көтеріп, әлсіз қолымен қалбырдағы жүзік сырға тәрізді арзанқол ескі құсқылардың арасынан өзінің жалғыз алтын жүзігін тауып алып, мұның саусағына кигізді. Бұл да енесінен күтпеген құрметі. Мына кемпір шынымен өлуге бет бұрған-ау сірә. Қайсаржанның келіншегі, қолына сал. Кемпір үзіп-үзіп ентіге әзер сөйледі. Сонсын қалбыр түбіне төселген, 4 бүктелген қағазды алып, Ғазизаның уысына салды да, қолын әлі жеткенше қатты жұмдырды. Сөйтті де үлкен бір іс тындырғандай, жеңілейе күрсініп шалқалай берді. Енді мұның қасынан кетуін қалағандай көзін жұмып алды. Ғазиза жаңа майшам тұтатып, ескісін өшірді. Оны өзі төсекке жақындатып қойып, енесі берген қағазға үңілген. Жүрегі солқ ете қалды. Сол 3 жыл бойы көкейіне түйткіл болып байланған өз хаты. Сасқанынан енесі жаққа мойын созды. Ұйықтап кеткен сияқты, қимылсыз. Бәсе неғып із-түссіз жоғалып кете қойды деп еді-ау. О, бұл тағдыр ештеңені ұмытпайды, ұмыттырмайды да. Уақытша естен шығарғансып, емексті балады екенде, кезі келгенде мына құсатып, қақ маңдайдан қойып қалу үшін кейінге сақтайды екен ғой. Ғазиза енесіне неге жақпай қалғанын әлі түсінбейді. Алғаш келін болып түскен жылы бәрі басқаша еді. Ене мен келін бірден тіл табысып, емен жарқын шүйіркелесіп кеткен. Өйткені бұл үйде екеуінен басқа сөйлесе қоятын жан да жоқты. Атасы бір қызық кісі. Жуас деген бер жағы. Ынжық па, әлде иіс салмас момын ба, түсініксіз. Көзін көтеріп, жан бетіне тіктеп қарамайды. Үнемі әлденеден қауіптеніп, әп десе тұра қашқалы, дайындалған адамдай, бір тізесін ғана бүгіп, шабандоз жігіттей жинаққа отырады. Үйге келген адам оның бар жоғына көңіл бөлмей, шаруасын тек қана кемпірге қарап айтады. Бәрі солай үйренген. Ал өз күйеуі Шөки әкесінің аузынан түсіп қалғандай. Артық ауыз сөзі жоқ, үндемес жан. Алғашында енесі баласының жап-жас басынан осынша тұйықтығы үшін келінінен қысылып жүрді. Оның әкесі құсап, өз-өзімен сырт қалмай, ашық жарқын отыруын қалап, бар жағдайын жасап бақты. Шаруа жайын келініне емес, баласына арнап сөйлеп, тіршілікке бейімдеуге тырысатын. Бірақ жетекке ере кетейін деп тұрған бала болмады. Не істеп, не қою керек екенін онсыз да жақсы біледі. Қолмен жасап тастайтын нәрсені алдын ала сөз етіп, ауыз көпіртудің неге қажет екенін түсінбейді. Бала мінезін қолға алатын кезді әлде қашан өткізіп алғандығына көзі жеткен кезде кемпір күрт өзгерді. Өзінің шалына істегенін келіні алдына келтіріп, күйеуін көзге ілмей кетер деп қауіптенді сірә. Өз-өзінен жас келінмен ұстасып алды. Оның бар ісінен мін тауып, ауызға қағып, кемсіте сөйлеуді, жылт еткен жақсылықты баласына таңып, көтермелеп отыратынды шығарды. Сен жамансың. Менің баламның арқасында ғана адам болып жүрсің. Отырса опақ, тұрса сопақ күйге түскен келіннің де бірте-бірте тілі шықты.
Сөйтіп, жым-жырт тұратын қараша үйде шаң-шың ұрыс, аңдысу, қапысын тауып, кек қайтару әдеті белең алды. Жалғыз бала болып, бет қақпай көрмей өссе де, туыңсынан жуас шөке не шешесіне қарсы келе алмай, не әйеліне қой деуге батпай, көзі алақтап, үйден шыға қашатын болды. Мұның бәрі Ғазизаның өзінде мезі қылды. Сондықтан бойына біткен баланы жаратқанның өзі жіберген құтқарушысындай көрді. Бұл хабарға енесінің де шын қуанғанын көргенде іші жылып, бітімнен дәмеленіп қалған. Бірақ бәленің үлкені осы ұлы туғаннан кейін басталды. Жынды кемпір мұның өз баласын өзінен қызғанып, қасына жолатпаудың бар амалын жасап бақты. Емізуіне амалсыз көніп, соның өзінде қасынан бір елі аластамай, қырыстана аңдып тұрды да, іле қолынан жұлып алып, өз қойнына жатқызады. Қайсар деген есімінің өзіне үлкен үміт артқан кемпір баланы өз ойындағыдай етіп өсіруге барын салды. Ал немересі оның көздегенінен де асып түсті. Тілі анасын боқтаумен шықты. Қолына түскен затпен Ғазизаны салып қалу, теуіп жіберу оған түк емес. Қит етсе, құйтақандай жұдырығының арасынан бас бармағын жылтың еткізіп, әке-шешеден сыбап салады. Адам жаны темір емес, Ғазиза да жұқарды. Салақсыды, зауқсызданды, өз үйінен жеру пайда болды. Әділетсіздікке налудан, жағаласып еселесуден әбден жүйкеледі. Қиюы кеткен тіршілік жолында қисаңдаған арбадай сүйретіліп келе жатқан күндердің бірінде үш ұйықтаса ойына кірмеген махаббатын жолықтырды. Әдеттегідей кезекті шайқастан кейін есікті тарс ұрып шыға жөнелген. Көрші қолаңға барып шағыну, енесін жамандап, ішін босату әдетінде жоқ. Есік алдындағы қалың тоғай ғана панасы. Жер ана перзенті, өзі әйел затындай сезініп, жақын құрбысына айналдырып алған ақ қайыңды құшақтап, әзәзіл ашудан арылуға, бойына қуат жинауға тырысады. Сонда жан дүниесіне бір шапағатты нұр құйылып, қордаланған ашу ызаның жалаң табанынан қара жерге шымырлай өтіп жатқанын анық сезінеді. Шындығында қос құрбыдай жарасады екенсіңдер, деді бір қоңыр дауыс. Самарқау ғана көзін ашқан, көрші үйге келіп жатқан қалалық құдай екен. Бұл сүйенген ағашқа қолын тіреп, екінші қолымен Ғазизаның шашынан сипады. Бұл оның құшағында қалғанын сезіп, ағашқа сіңіп кетердей ығысқан болды. Бет әлпеті жас көрінгенмен шашы аппақ екен. Мұрны, ерні, көзі бәрі басына өлшеп, шақтап, пішілгендей үйлесімді, келбетті. Сөзі майда, үні бесік тербеткендей. Жылы көңілге зәру боп жүрген Ғазизаны бірден баурап әкетті. Жақындық, мейірім жанын жібітті. Бейтаныс жан демей, қатталып қалған қасірет көңін бір қопарды. Ішек қырындысына дейін түгел ақтарды. Түк қысылған жоқ. Өзін мұнша түсіністікпен қабылдаған жанды тұңғыш кездестіруі. Қоштасар сәтте екеуі бүгін бірінші рет кездескен адамдар емес, бір-бірін өмір бойы білетін таныстардай күйге жеткен. Мен бірдеңе білсем, сенің енең кезінде өмірден өз қажетін ала алмаған ызалы жан сияқты. Ондай жанның өзгені төмендету арқылы өзінің қорланған сезімінің есесін қайтармақ болуы заңды, бірақ біреудің бақытсыздығы үшін сен кінәлі емессің ғой. Сен өмірге біреудің өш алу құралы болу үшін келіпсің бе? Енеңнің жетегінде кете берсең, ұзамай сен де одан айнымайтын көк долының өзі болып шығасың. Оның тілегі сол, сенің жаман әйел екендігіңе жұрттың көзін жеткізу. Өтіп, қолжаулық болма. Бір жола демей-ақ қояйын, уақытша болса да қалаға кетіп қал. Өмір көр, надандықтан биік екендігіңді танып, өзіңнің де көзің ашылады. Бәріне басқаша қарайтын боласың. Мен бірдеңе біледі десең, сөйткенің дұрыс. Қолымнан келген көмегімді аямаймын, деді ол. Ғазизаның күткені де осындай бір өзгеріс еді. Бірақ мұндай қамқор жан табыла қояр деп еш ойламаған. Осындай бір серпін болмаса, бұл әлі де жүре берер еді. Ғазиз, Ғазиза деп есімдерінің де үйлесе кеткеніне қарағанда, бұл тағдырдың өзі жіберген жебеушісі шығар. Енді ит ырқылжыңға көне алмайды.
Ғазизаның да адамша өмір сүруге хақысы бар. Оның көкірегінде бүгін өзгеше соққан жүрек дүрсілінен оянған сазда әуез ойнап тұр. Енді бұл тек қана сол әуенмен өмір сүреді. Ғазиза қайта туғандай өзінің жаратылысын ұқты. Жаңа жолға түсті. Енді оған ешкімде кесе көлденең тұра алмайды. Өз тағдыры өз қолында. Әрине, Ғазизсіз өмір сүре алмайтын күйге жете қойған жоқ. Ғазиза махаббаттан дәмеленбеді. Бұған керегі көңіл. Адам бұл өмірде қара басының жағдайы үшін жанталасады. Әуелі ешкімнен кем болмасамды ғана ойласа, кейін жұрттың алды болсамға көшеді. Өмір деген осы. Жайлы тұрмыс үшін адамдар бет тырнасып, бір-бірін өлтіруге де барып жатады. Жанына жақын жан кездескен екен. Ол сені құтқарам деп көмек қолын созып тұр екен. Неге шегіншектеуі керек? Бақытты болуға ұмтылмайтындай бұл Құдайдың несін алыпты? Бала бәрібір уысынан шығып кетті. Күйеуін қимайтындай қылығын есіне түсіре алмады. Ғазиза өткен өмірі жайлы осы жерге дейін ізерлеп келді де, одан әрі толғанып, бас ауыртпауға тырысты. Өзгені кінәлаудан, өзін аяудан шаршапты. Кетті де қалды. Күйеуіне хат жазып, төсек үстіне қалдырды. Баласын ұрланып бір сүйді. Бірақ жеткен жері осы ғана болмай шықты. Лап еткен сезім қызуы қаншалықты күшті болса, ақыл есін тұмшалаған тұман да солай тез айықты. Ғазизаның махаббаты 2 айға да жетпеді. Бәрі де өтпелі, әншейін ғана нәрсе екен. Ғазиздің шөкеден асып тұрған ерекшелігін көре алмай, өзінің адам тани білмес көр соқырлығына дал болды. Мұның маңдайына тек адасу ғана жазылыпты. Керегін іздеген әйел жаны ескексіз қайық сияқты. Су түбіне кету қаупін біле тұра қамысты, қоқысты жағалауды місе тұтпай, ашық айдынға өршелене жүзіпті. Сөйтіп оңбай адасыпты. Ғазизді кінәлау мүмкін емес. Үлкен басын кішірейтіп, мұның деңгейіне дейін төмендеді. Ол тіпті көп ештеңе талап етіп те жатқан жоқ. Тек қана әйелдік мейір, жылулық қажетсінеді. Ол да құлай жүріп, жылап жүріп, жанына керегін іздеуден жалықпаған екен. Өз отбасы бар, бірақ Ғазизадан да бірдеңе дәметеді. Шөкей де тек аузына телмірумен шаршатып келеді. Ғазиза дәл қазір өз бойында біреумен бөлісер жылулық азын сезеді. Өзі зәру көңілмен өмір қабағына жаутаңдап жүрген жан несін бөліссін. Бұған алақанына құйған судың бір тамшысын шығындамайтын мықты уыз керек. Алды артына қаратпай, таудан құлаған көшкіндей домалатып әкетер қарқын жетіспейді. Әрине, Ғазиз қол көмегін аяған жоқ. Жатақханадан бөлме алып берді, жұмысқа орналастырды. Бірақ екеуі жақындасқан сайын Ғазизаның оған салқындығы арта түсті. Махаббатты жалынып сұрап алуға бола ма? Керегіңді Құдайдан да сұрап ала алмайсың. Оның қасында әйел кім? Жоқ нәрсені ол қайдан тауып берсін? Қайта іштен шыққан баласы, келін атанып, босақ аттаған шаңырағы жанына дәнекер, жамауға себекен. Оларсыз жанының жалаңаштығы тіптен айқын сезіліп, ішінде жел суылдайды да тұрады. Ғазизді мұнан әрі төмендетпей, осы биігінде қалдырып кеткені жөн шығар. Ол мұны шын сүйіп қалған сияқты. Алақаны шашына тисе, оның еріп сала беретінін аңғарды. Бірақ өзі де сөйте алмаған соң, оның шындығына да күмәнданды. Ақыры бұл кездесуден қашқақтай бастады. Ол керісінше таңертең телефон соқты. Бүгін барамын. Кешеден бері нешінші рет пысықтауы екен. Келмей-ақ қойшы. Неге? Кеше келісіп едік қой. Менің көңілім болмай тұр. Кейін келгеніңе өкініп жүрерсің. Өкінбеймін, сағынып өлер болдым. Мейлендеше, өзің біл. Түсте тағы телефон соқты. Көңіл күйін қалай? Жаман емес. Күн өтпей қойды, кетіп қалайықшы. Жұмысқа орналасқаным жаңа. О не дегенің? 2-ақ сағат қалды ғой, шыда. Тұтқаны шамырқана дүрс еткізді. Өткен өмір ізіме, жоқтан өзгеге ашуланады. Кешке қарай қоңырау шалды. Мен шығып барамын, кешікпе. Енді үйге бармағанда,
осында қонады ғой деймісің? Өз дауысы өзіне жыланның ысылындай сезіліп, ыңғайсызданып қалды. Ол есікті ашып, тосып тұрғанмен, бас салып құшақтауға батпай, бүгежектей береді. Бұл да емін-еркін құшақтата қоймас еді. Күндегі үйін жаңа көргендей, екеуі де айнаға қарайды. Екеуі үн-түнсіз тамақ ішті. Таңертеңнен бері өліп-өшіп, қоңыраулатып жүрген адам мүлде басқа біреу сияқты. Үнсіз қалпы ыдысын жиып, төсек сала бастады. Ол артынан келіп құшақтады, жан жылуын сездіре кеудесіне қатты қысты. Неткен адам, бағана есіктен кіре неге өстпейді? Кінәмшілдігін жеңе алмай, бұлқынып шығып кетті. Біраз шарап ішесің бе? Ішпеймін. Шаршағаның басылады. Мейлі енді өзің біл дегендей, иығын көтерді де қойды. Ішейікші, ол әлі қиылып тұр. Еріксіз күлуге тура келді. Әкеле бермейсің бе енді? Ғазиз аласа стөлді бері жақындатып, 2 бокалға шарап құйды. Шоколад әкелді. Қалаға келгелі аузы құрғамайды. Ішкіш болып кетер ме екен? Сондай әдемісің. Ұмтылып келіп, мойнынан иіскеді. Иісің де тамаша. Үндеген жоқ. Тағы ішеміз бе? Иә, ішкім келіп отыр. Ғазиз қасына жата бергенде жамылғыны жерге түсіріп алды. Бұл Ғазиздің қолынан оны жұлқи тартып, өз үстіне ғана жамылды. Тағы титығып қалғанын ол сезді. Байқамай қалдым, кешір. Оның жазығы не? Әр қимылына ашу шақыруым, оған деген мейірден, жұрдай жалаңаштығым, әлсіздігім. Бұлай болмайды. Тұла бойын балқытқан ішімдік әсерімен өрт жалынға бас көзсіз қойып кетуді тілеп еді. Маңайламай айдалаға кетті. Сонсын сұлық түсті. Бойын торығушылық биледі. Не істесем екен? Бәрін сезеді. Мені біреу зорлап жүрме? Өзімді неге қинамай, оны да әуре етпей, осы жерден нүкте қою керек. Құлай сүйгізе алмаудан, сүйе алмаудан сезімдер былғанады, деп ақын қалай тауып айтқан. Махаббатқа лайық жан емес екем. Сыйлайтыным рас, бірақ мына қит еткенге кілт ете түсіп жүрген қалыппен ол да ұзаққа бармaz. Оның титте де кінәсі жоқ. Мұны тотығынан арылтып, жалтыратып қойғысы келді. Намысын оятып, өмірге көзін ашты. Мұның қамқор алақан аясында бұл жұмсарды, пейілденді, бірақ жан тәнімен елжірей алмады. Жүрек қалауы некесіз көңілсіздік емес. Бақа да өз балшығына ұнайды. Асығыс байланған арқанның түйіні бос болып шықса, ол үшін кімді кінәларсың? Қайсарының тентектігін жүрегі сыздай сағынды. Енді ештеңеде бөгей алмасына бүгін көзі анық жетті. Ол мұның шешімін алақайлап қабылдамайды әрине. Демек, тағы да хат қалдырып, ұрланып кету. Алда не тосып тұрғаны тағы белгісіз. Мейлі, басқа теуіп қуып жатса, сол арқылы ұлын алады да, екеуі тып-тыныш өмір сүреді. Құрсыншы бәрі. Өй салдақы, деп еді енесі бірде. Бұл сөзді бірінші рет естуі, мағынасын онша түсінбеді. Бірақ жақсы сөз емес екені анық. Бетіне былш еткен түкірік дегендей, сөз салмағын кәдімгідей сезінген. Қалай аузы барып айтты, жазығым баласына адал әйел болғаным ба, деп сол сөзге бола кейін де талай налыған. Нағыз салдақыны енді естейтін шығар. Бірақ дәл сондағдай ауырламаз. Соның ар жақ, бер жағында екен рас. Шындыққа өкпелей алмайсың. Ауылға әдейі қас қарая келді. Қатон шетінде машинадан түсіп, үйге жеткенге дейінгі 15 минут ішінде тозаққа 15 рет кіріп шыққандай болды. Кешкі мал қамымен жүрген ауылдастардың біразымен еріксіз амандасуға тура келді. Бір қызығы, бәрі мұны төркіндеп қайттыға жорып, жалпылдап жатыр. Ауылда сондай сөз тараған сияқты. Ал үйге таянғанда алдынан емен жарқын күліп шыққан күйеуін, жылы амандасқан атасын көргенде мүлде таңырқады. Тіпті енесінің жүзінде де ашу жоқ. Не ойларын білмей, сөмкесінен шыққан базарлығына алданып қалған ұлының басынан ескелей берді. Кешкі ас үсті екен. Енесі әрі жылжып, самауыр түбіндегі орнын бұған босатты. Амалсыз тұғжыңдап, шай құюға кірісті. Шөкей мұның хатын
оқымаған сияқты. Енесінің ұрысына шыдамай, төркініне қашып кетіп, баласы үшін қайта келген әйел болды да шықты. Көз астымен енесіне қарап қояды. 4 саусағына қондырып алған кеседегі шайынан басқаны ұмытқан тәрізді. Келдің де жоқ, кеттің де жоқ, құдая тоба. Осылар мені қайтер екен, деп сынап отырмай, шынында төркіндеп қайттыға жорыса, қарсыласқанда не табам, сол аяқ болсын. Сірә хаты көзге түспей, бір қалтарыста жұмырланып қалған болар. 2 ай бойы қалай үндемей жатып алдың ей? Күйеу, бала керек емес қой тіпті өзіңе, деп күңкілдеді Шөкей төсекке жатқан кезде. Сағынсаң келдік қой? Сағындым, даусы құмыға үзіліп шықты. Осыдан бері 3 жыл өтті. Енесіне де бір сабыр пайда болған. Әдеті бойынша анда-санда шаң-шың шығып қалса да, тым тереңдемей екеуі де тез тыйылып қалады. Ғазиза тағдырына біржола мойынсұнып, бар тілегін Қайсарының жолына арнауға шешім қабылдады. Былтыр аз ғана ауырып, атасы қайтыс болды. Қалай үн-түнсіз өмір сүрсе, жөн-жоралғылары да солай жым-жырт атқарылды. Орны үңірейіп, сезіле де қойған жоқ. Ғазиза іштей таңырқады. Үлкен адамның жоқтаусыздығы бір күнә сияқты көрінеді де тұрады. Атасының алдындағы бір келіндік міндетті атқарылмай, мойнында қарыз боп қалғандай. Осыдан кейін Шөкейге деген бір түсініксіз аяушылық сезім оянып, оған өзгеше, бәлкім жылырақ қарай бастады. Оны сұңғыла енесі де сезді. Сезген бойда ол да бұған сәл-пәл өзгеше ықылас танытты. Осыдан 10 шақты күн бұрын тұмау тиіп жығылар алдында үйде екеуі оңаша екен. Сонда енесі бір шешіле сөйлеп еді. Бұған емес, өзімен өзі сөйлесіп отырғандай. Өлген шалын бірінші рет есіне алды. Өз өмірінен бір үзік сыр қозғады. Ғазиза сұмдық таңырқады. Сөйтсе, өзі сезімсіз, кейде тіпті жауыз санайтын енесі де бір кезде бұлаңдаған бәйкүнә бойжеткен болыпты. Махаббаттың бал шарабынан ауыз тиіп, сүйгенімен қызылды-жасылды өзгеше әлемді бірге кешіпті. Сөйтіп жүргенде жігіт әкесі төбеден түскенде етіп, халық жауының қызы дегенді бетіне салық қылады. Әкесінің сондай жаламен кеткенін бірінші рет сол адамнан сүйіктісін дүниеге келтіргені үшін ғана Құдайдай табынып, туған әкемдей көрермін деп жүрген жанның аузынан естиді. Амал жоқ, қызыл-жасыл махаббаттың қызығын бұл емес, өзгелер көрді. Ал бұл өз орнының қайда екенін тез ұғынды. Өзі сияқты әкесіз жетімен түтін түтетіп, бойларына сенімсіздік, үрейлі наразылық, өздері көрмеген әке қанымен сіңіп қалған тұтас бір талайсыз ұрпақтың ғұмырын кешті. Бақытты заманда бақытсыздықтарын өздері ғана іштей сезінумен өтті. Сөйтіп, күйеуі туа біткен көнбістігімен қыңқ етпей төзді. Ал бұл байлаудағы ызалы қаншықтай кімнен өш аларын білмей жанталасумен болды. Адам жаратылысында өзгіні кінәлауға бейім тұрушы еді. Бұл бәріне өзін кінәлады. Дұрыс өмір сүру қолынан келмеген үшін өзін өзі кешіре алмады. Қайта кеңес өкіметінің байларды жойып, кедейлермен теңгергендігі дұрыс болды. Әйтпесе, нағыз салпетек күннің өзі болар еді. Аяқ астында шаңға батып жатқан тулақ құрлы бағаламады өзін. Сен өз орныңды ұмытып, айға қол созба, деген Айтуардың әкесі айтқан бір ауыз сөз бүкіл өмірінің бағдары сияқты болды да тұрды. Неге ренжейтінін, не тілейтінін өзі де білмейді. Әйтеуір бір ашуды бойына жия берді. Енесінің әңгімесін тыңдай отырып, Ғазиза еріксіз Ғазизді есіне алды. Адам тани білетіні шын екен. Сенің енең өмірден өз қалауын ала алмаған, сезімі қорланған жан сияқты. Енді сені өз деңгейіне дейін төмендету арқылы өзін емдегісі келеді, деген еді. Ғазиза енесін аяп кетті. Көрпесін дұрыстап жаппақ болып қасына барған. Қолы мұздай екен, жүріп кетіпті. Аюдай ақырған тентек кемпір бұлай тып-тыныш қана жүріп кетеді деп кім ойлаған. Тіпті Ғазизаға кейде ол ешқашан өлмейтін
ажалсыз құбыжықтай көрінетін. Көрпемен енесінің бетін жапты, шегініп өз орнына келіп отырды. Шөкей жалғыз қалды. Неге жалғыз? Мен бармын, Қайсары бар. Бірақ әке-шешенің орны бөлек қой. Абайлап ескерту керек. Айырылысар сәтте Айтуар да, мен де жыладық. Менің балкүміс атымды тұтас атамай Балжаным дейтін. Жүрегім сенде қалды, Балжаным, өмір бойы ұмытпаймын сені, деп еді. Ұмыта алмай көп сенделдім, бірақ өмір сүруді жалғастыру керек. Атаңа көндігіп кету үшін қиынға соқты. Бәлкім, көндіге алмай, мен де өмір бойы Айтуарды күтумен өткен шығармын. Ал оның үнсіздік созыла берген соң, басын көтеріп, енесінің бетіне қараған. Екі тамшы жас бетін сыза сорғалап барады екен. Енесінің жылағанын да бірінші көруі. Абдырап төмен үңілді. Олардың не жазығы бар? Кінәрат бізде, әйелдерде. Бізге қашанда қолымыздағының құны бәсең сияқтанып, өзгенің жылтырағы артық көрінеді де тұрады. Қолға түспесе қызығамыз, күнәмізді одан әрі ауырлата түсеміз. Бәрі сол. Жақсы көре алмағандықтан былай қарасаң, ешкімде кінәлі емес. Былай қарасаң, бәрі сенің алдыңда кінәлі сияқты. Ал түсініп көр. Енесі орнынан тұрып, жүн түткен әйелдерше етегін қақты. Сол қимылымен қалған сөзін де қағып тастағандай, тез үйреншікті қалпына түсіп, далаға шығып кеткен. Әй қатын, Қайсаржанды жалғыз қақитып, жап-жас басыңнан неғып бітеліп қалдың? Серік керек балама, деп бірнеше рет ескертіп еді. Бітеу болсаң, өзің неғып бір баладан артық тумағансың, деп бұл да іштей сыбағасын алдына тартып, есесін жібермей бағатын. Қайсарды өзіне қарсы тәрбиелегеніне күйініп жүргенде дәрігерге барып, уақытша бала көтермеудің қамын жасап алғанды. Шөке, Қайсар, қарлыға шыққан даусын олардың ести қоймағанын біліп, бетін енесі жаққа бұрды. Апа, Қайсарың жалғыз қалмайды. Қайсарың жалғыз қақимайды, апа. Бір немереңнің атын Айтуар, біреуін Балжан деп қоямын, апа. Шөкейге жазған хатымды сен оқыпсың ғой, апа. Менің ұятымды сен жауыпсың ғой, апа. Балаларыңа сені жоқтатпауға тырсамын, апа. Балаларыңның бетіне жел тигізбеймін, апа. Сені түсінбегенімді, ақмақтығымды кешіре көр, апа. Алтын екенсің ғой, апа. Өмірі жоқтау айтып, жылармын деп ойламап еді. Сөз деген зарға айналып, өз-өзінен құйылып жатыр. Талай жылғы өкпен ала еріп, көз жасына айналғандай таусылар емес. Ғазиза енесін ғана жоқтап қойған жоқ. Өлі тірісі белгісіз Айтуарды да жоқтады. Не үшін өмір сүргенін өзі де білмей өткен атасын да жоқтады. Тіпті өзіне шапағаты тиген тірі Ғазизді де қоса жоқтады. Адамдар арасындағы түсініспестікке, түсінуге тырыспаушылыққа лағнет айтып жылады. Жұрт оның көп сөзіне түсінбеді, біразын ғана ұқты. Жоқтау дәстүрі жоғалып бара жатқан елге соның өзі жеткілікті еді. Ғазизаның жоқтауы болмаса, жиылып тұрған көпшіліктің көзі құрғақ, көкірегі тымық, өлікке кіріп шығу міндетін ғана өтеп қайтқан болар еді. Ал мына жоқтау әркімнің ақ көкірегін алай-түлей етіп, жанды жараларын оятты. Еріксіз көзге жас алғызды. Қабыршықтанып бара жатқан жүрек бауырларды бір елжіретті. Жоқтау өлгенге емес, тірілерге қажет екенін ұқтырды. Бұл аз міндет емес.